Қайырлы күн, достар. Бүгін мен мынадай ішінде творог пен клубникасы, бетінде қытырлағыш трейзел себілген өте дәмді ватрушки дайындаймын. Құрамы описаниеде жазылған. Бізге жылы сүт және барлық қанттың шетінен бір ас қасық қант пен дрожжды салып араластырамын. Рецептегі ұнның шетінен 50 грамм ұнды салып қоймалжың дайындаймыз. Бетін жауып 10-15 минуттан соң жақсы көтерілген аштығымыз дайын болады. Оған дейін 2 жұмыртқаның сарысын бөлек, ақтарын бөлек алып қоямыз. Он 15 минут өтті. Міне біздің өте жақсы болып көтерілген аштығымыз дайын. Осы аштығының үстіне қалған қантты, 2 жұмыртқаның сарысын, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнды салып қамыр илейміз. Ұнның барлығын салмаймыз, себебі қатты болып кетуі мүмкін. Жай-жайдан саламыз. Міне осы қамырды видеодағыдай қылып жайып, үстіне сұйық май құямыз. Әрине, сұйық маймен илеу оңай емес, кішкене қиындық туғызады, бірақ бұған сіздің бар болған 15 минутыңыз кетеді. Міне сұйық майды әлсін-әлсін құйып, осындай әдемі қамыр илейміз. Қамыр жылтыраған, қолға жабыспайтын, иі қанған әдемі қамыр шығады. Ыдыстың түбіне азғантай сұйық май құйып, қамырды салып, бетін жауып, тынықтырып қоямыз. 1-1,5 сағаттан соң қамыр жақсы болып көтеріледі. Қамырды мен пешті кішкене қыздырып, өшіріп, сол қызып тұрған пештің ішіне салып қоямын. Жылы жерде қамыр өте жақсы болып көтеріледі. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге творог керек болады және қант, сосын бір жұмыртқаның ағын құйып, осындай вилкімен араластырамыз. Миксер, блендер қолданбаймыз, творог сұйылып кетеді. Бетіне себетін штрейзель дайындаймыз. Оған қант, ұн және сары май керек. Бұларды жақсылап езіп бір-бірімен араластырамыз. Міне мынадай ұнтақ дайын болды. 1 сағат өтті, қамырымыз да дайын болды. Міне қамырымыз өте жақсы болып көтерілген, өте жұмсақ. Қамырды бірдей 12 бөлікке бөлемін. Рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыз. Менің парақшамда басқа да өте дәмді іске басарлар, салаттар көп. Осы рецептпен ватрушкиді жасап,
соның ішінде балаларға өте жақсы ұнайды. Жанұяңызды қуантыңыз. Бір жасағаннан шығады. Не осындай видеодағыдай қылып барлығын дөңгелектеп қоямыз. Противеньге пергамент төсеп, барлығын орналастырып, бетін жауып 15 минутқа тынықтырамыз. Міне 15 минуттан кейін және де көтерілді. Түбі тегіс, диаметрі 6-7 см болатын стаканды алып, майға батырып, қамырды осындай қылып салма салуға дайындаймыз. Түбінде 1-2 мм қалатындай қыламыз. Не осындай қылып барлығын салмасын салуға дайындап қоямыз. Түбінің диаметрі үлкен стакан таңдаңыз. Кіші болса, салма аз кетеді. Ол дәмсіз болады. Сондықтан үлкен стаканды таңдаңыз. Енді бір жұмыртқаның ағымен жағып шығамыз бетіне. Енді творогты саламыз. Творогты көбірек салыңыз, дәмді болады. Творогтың үстіне қатырылған клубниканы алдын ала ерітіп, кесіп салдым. Сізде өзіңіздің бар жеміс-жидектерді салуға болады. Одан кейін оның үстіне штрейзелді себемін. 185 градуста қызып тұрған духовкада 20-25 минутта пісіп шығады. Міне өте әдемі болып пісті біздің ватрушкеміз. Ас болсын, келесі кездескенше, қош сау болыңдар.